Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай сазан балықтан керемет дәмді гарнирмен котлет дайындап пісіретін боламын. Оған керек котлетті осылай жасап аламыз, қуырып аламыз осылай етіп. Дайын болған котлет. Осыған енді керекті заттарым. Мынау міне менде фаршы сазан балықтың. Осыған сәбіз қосам, картоп қосам, жуа қосам, бұрыш, татымына қарай тұз қосамыз. Әуелі мен үткіштен картоптарымызды, жуамызды, сәбізімізді өткізіп аламыз осындай етіп. Енді сәбізімізді өткіземіз үткіштің көмегімен. Я ет тартқышпен де тартуға болады. Енді осыған жуамызды да өткізіп аламыз үткіштен. Керемет дәмді сазан балықтан котлет жасаймын. Үткіштен өткізіп атқан жуам. Мен барлығын жуып, тазалап, аршып, дайындап алдым. Керекті заттарымның барлығын. Осындай етіп аламыз барлығын, жуамыз бе. Үткіштен өткізіп болған заттарымызды фарштың үстіне саламыз. Барлығын сазан балықтың фарштың үстіне саламыз дайындаған жуаларымызды. Енді осыған қара бұрыш салдым мен. Бір қасық. Бір қасықтай татымына қарай тұз саламыз. Міне менде осындай сазан балықтың фаршы. Осыдан дайындаймын котлетті қазір. Осыған мен біріктіру үшін бір дана жұмыртқа салдым. Енді осыларды бәрін әбден араластырамыз. Фаршымыздың бәрін тым қалдырмай етіп араластырып аламыз барлығын. Осындай етіп, сосын кішкене қоя тұрдым, дәмі сіңгенше. Міне тағы да бір араластырып жіберіп, ұрғылап соғып аламыз, әбден араластырып. Енді осымыздың дөңгелек етіп, өзіңіздің қалауларың бойынша домалақтап котлет жасаймыз. Әбден бірігу үшін әбден соғып араластырып аламыз. Міне осындай етіп котлеттерімізді жасап аламыз дайындап. Оған дейін ыдысымызға майымызды құйып, газге қоя береміз. Майымыз қызғанша. Міне осылай етіп котлетіміз жасап боламыз, осындай етіп барлығын.
Қызып тұрған майымызға котлеттерімізді осылай саламыз бір-бірлеп. Қуырып жатқан котлеттерім сазан балықтан. Сіздер өз қалауларыңыз қандай балықтың фаршы болса да бара береді. Енді екінші жағын осылай аударыстырып пісіреміз бауырсақ секілді. Менде котлеттерім пісіп жатыр. Осылай аударыстырып пісіріп аламыз, екі шеттің бәрін қызарып. Майынан сорықтырып, котлетімізді салып аламыз. Барлығын қызартып салып ала береміз. Енді осыған подливкасын дайындаймыз. Қуырылған котлеттерімізді бұқтыру үшін сәбізбен жуадан подливкасын дайындаймыз. Енді жуасын тураймыз. Керемет дәмді жұмсақ котлет. Енді осыны қуырып бұқтырамыз томатымызға салып. Ыдысымызға тағы майымызды құйып газге қоя береміз. Менде қызып тұрған таба, осыған жуамды салам. Кішкене қуырам жуамды. Енді осының үстіне сәбізімізді саламыз. Оны да кішкене қуырамыз. Сәбізімізді де. Мен екінші жағына табамды қойып қойдым, майын қойып. Осыған менде жіңішке ұсақтау вермишель. Осы вермишельді әбден қып-қызыл етіп қуырамыз оны да. Астындағы гарнирі котлеттің. Екеуін бірдей пісіріп аламыз осылай етіп. Әбден қуырамыз қып-қызылы шыққанша вермишельдің. Подливкамызге томат салып аттым. Қасық жарынбай томат салдым. Әбден қуырамыз тағы кішкене. Вермишелім қуырылып атқан қып-қызыл болып.
Міне осындай болып, қып-қызыл болып керемет вермишель қуырып жатырмын. Осыған енді қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз қазір. Подливкамыздың үстіне қуырылған котлетімізді осылай жинақтап саламыз. Вермишелімізге суымызды құяп, тұзымызды салып, 15 минуттай бұқтырып пісіріп аламыз. Екеуі де шамада піседі. Бір қасықтай тұз салдым. Котлетке күттай тұз салдым, тағы да татымына қарап. Котлеттің үстіне бір кеседей су құйдым. Енді осылардың бетін жауып, піскенін күтеміз. Міне дайын болған гарнирім. Осындай міне керемет, тарам-тарам вермишелім қуырылды. Енді осының үстіне піскен котлетімізді саламыз. Сіздер де осылай балдарыңызға жасап берсеңіздер болады. Енді осының бетіне сәуімізбен неміздің подливкасын құямыз. Бетіне кужуа септім. Сеппесеңіздер де болады, өз қалауларыңыз бойынша. Енді қалған котлетімізді бір ыдысқа салып аламыз. Котлетті жегісі келетін болатын болса. Міне менде котлетім дайын болған. Гарнирмен де, без гарнир де жеуге жақсы. Бетіне кужуасын себемін осындай етіп. Міне менде осындай керемет дәмді, түскі асқа да, кешкі асқа да керемет дәмді тағам. Міне котлетімнің арасы осындай болып піседі. Жұмсақ керемет дәмді котлет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, баршаға сау болыңыздар.